бәріңе сәлем достар, менің атым Сабина, және бүгінгі видеода бізде хэштег сөйлесе, хэштег бірінші бөлім деп аталады. Және достар, мен осындай видеоны көптеген видеоблогерлерден қарадым, әсіресе қазақ видеоблогерлерінен. Мен негізі бұндай видеоны баяғыда түсіруді шешіп жүредім, бірақ бүгін өзімді қолға алып түсіруді шештім. Егер сіздерге қызық болса, біз кеттік. Мынандай видеода мен деген сіздерге каналым туралы жаңалықтарды айтамын, немесе түрлі өзімнің жаңалықтарымды айтатын боламын. Бұл осы видеода мен деген сіздерге бір каналым туралы жаңалық және неше түрлі жаңалықтарды айтатын боламын. Сіздерге айтатын жаңалықтарым 5 болады, ал бір ғана каналым туралы жаңалық, егер бәрін қосқанда 6 жаңалық айтатын боламын. Ендеше біз кеттік. Менің бірінші жаңалығым, оны сіздерге білулеріңіз керек. Мен деген жақында каналымды Сабина Шоу деп өзгертетін боламын. Бұл деген келесет деп ойлаймын. Мөлдір деген досым екеуміз жолда кетіп бара жатқанда мен каналымды өзгертуді шештім. Сол кезде мен деген Сабина Шоу деп қалғанда Мөлдір, иә, Сабина Шоу деген келеседі, сенің каналың өте керемет, Сабина Шоу деп өзгерт деп айтты. Және де мен өте қатты қуанып кеттім. Сондықтан жақында мен каналымды Сабина Шоу деп өзгертетін боламын. Сіздерге келесет деп ойлаймын. Сондықтан егер келісетін болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Немесе өздеріңіздің идеяларыңызды, қандай каналымды қалай өзгертуім керек екенін жазып кетіңіздер. Мен сіздердің мүмкін идеяларыңызбен қолдануым мүмкін. Ендеше біз кеттік ары қарай. Менің екінші жаңалығым, осыдан 3 күн бұрын мен деген мини-блог Сабина деген канал емес, енді видеода бізде қар жаумайды, өте керемет погода деп мен мақтанғанмын. Енді мақтанбасам да айтқанмын. Ал кеше бізде, яғни 6 декабрьде бізде желтоқсанда қар жауды, бірақ қазір олар еріп кетті. Кеше өте кішкене қар жауды. Мен сол кезде қатты қуанып кеттім. Мен тіпті өзімнің екінші Мисс Сабина деген каналымда блог түсіргенмін. У нас выпал первый снег деп. Мен ояқты кім білмейді, орысша түсіремін. Сондықтан, егер сіздерге қызық болса, қарауларыңызға болады. Біз Мөлдір екеуміз күшті влог түсірдік. Иә. Келесі менің үшінші жаңалығым, бізде уже Новый год жақындап келе жатыр, бірақ әлі тағы кішкене күндер бар, ал бізде сабақта уже Новый годқа ақша жинап жатыр. Иә, апай бізге субботаға шейін жинап алып келіңдер деді. Жинап алып келмесеңдер, сіздерге подарка жоқ деді. Мен Құдайға шүкір бүгін апардым подаркамды емес, енді ақшамды апардым. Яғни мен подарка алам деген сөз. Оны біз деген бір баланың мамасына береміз, сол мамасы бәрімізге толтырып подарка алып келетін болады. Яғни енді кім ақшаларын берсе, соларға алып келетін болады. Және де мен өте қатты қуаныштымын, бірақ біз әлі Новый год қатты жақындаған жоқ, ал біз әлі жинап жатырмыз. Бұл менің үшінші жаңалығым. Менің төртінші жаңалығым, менің ана каналымда, Мисс Сабина деген каналымда, яғни блогтар жиі шығатын болады, өйткені біз жиі Мөлдір екеуміздің культураға барамыз, ал мен соткамды тасып жүретін боламын. Және де мен өте қатты қуаныштымын сондай блогтар шығатынына. Және де достар, енді сол каналдан блогтарды, неше түрлі қызықтарды күтулеріңізге болады. Менің 5-ші жаңалығым, мен өте қатты ол жаңалықты естігенде қуандым. Жақында менің нағашы әжем келеді, және ол тек қана өзі келмейді, менің жаңа телефонымды алып келетін болады. Яғни менің анамның аржағындағы родственниктарым, енді туыстарым, анамның әпкесі, жеңешесі, анамның сол. Маған бәрі қосылып не алып берген, сотка алып берген, ал анама менің мультиварка алып берген. Енді, яғни, пятницада менің нағашы әжем пойыздан түседі, енді соның бәрін алып келеді. Яғни менің нағашы әжем Таразда тұрады, ал біз Ақтау қаласының ар жағында тұрамыз, яғни Форт Шевченко қаласында. Және де мен өте қатты қуаныштымын, және менде екінші каналым болуы мүмкін. Тіпті үшінші каналым десек те қателеспеймін. Және ол каналға мен Сабина Шоу деп қою мүмкін, ал мына каналды басқа сіздердің идеяларыңызбен өзгерту мүмкін. Егер, конечно, жазсаңыздар.
Ең соңғы менің 6-шы жаңалығым, иә, мен фонды өзгерттім, көрініп тұр. Енді 6-шы жаңалығым, мен деген жақында телефон алып келеді деп айттым. Иә. Енді сол телефондағы каналды мен енді Сабина Шоу деп өзгертуім мүмкін, ал сіздердің комментарияға жазған идеяларыңызды ішінен біреуін таңдап алып, осы каналға сол атты қою мүмкін. Сондықтан идеяны жазуды ұмытып кетпеңіздер, мен сіздердің идеяларыңызды асыға күтетін боламын. Ал біз кеттік. Достар, неге кеттік дегенімді білмеймін. Яғни, менің сіздерге айтар дегенім, енді осы видео сіздерге ұнаса лайк басамыз, каналыма тіркелеміз, және де келесі видео 40 подписчиктен кейін шығатын болады. Біз оны істей аламыз деген үміттемін. Өйткені біз оны істеуіміз керек. Яғни, менің айта кеткенім 40 подписчиктен кейін болады. Осы келесі видео менде 39 подписчик, яғни бұл деген маған тек қана бір ғана подписчик жетіспейді. Сондықтан маған жазыламыз. Енді всем пока.